Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Егерде каналыма жазылмаған болсаңыздар, подписаться деген батырманы басып каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода біз 1688 сайты арқылы Қазақстанға қалай заказ береміз, сол жөнінде сөйлесетін боламыз. 1688 сайтынан бірінші видеода айтқанымдай тікелей сіз Қазақстанға затты заказ бере алмайсыз. Өйткені бұл сайт тек қана Қытайдың азаматтарына арналған сайт. Егерде сіз бұл сайт арқылы жұмыс жасағыңыз келсе, өзіңіздің бизнесіңізді ашқыңыз келсе, ол үшін сіз сол Қытайда тұратын бір азаматпен келісуіңіз керек. Соның үйінің адресіне немесе складына сіздің заттарыңыз келетіндей. Сонда ғана сіз осы сайтты пайдалана алатын боласыз. Қазіргі таңда көптеген адамдар транспортный компания арқылы жұмыс жасайды. Яғни сіз бір компанияның өкілімен келісім шартқа отырасыз, және солардың складына сіздің заттарыңыз баратын болады, және сол складта жұмыс жасайтын адамдар сізге сол заттарды Қазақстанға жіберетін болады. Тікелей осы сайттан Қазақстанға өзіңіз заказ бере алмайсыз. Міндетті түрде ортада транспортный компания болу керек. Сонда ғана сіз Қазақстанға заттарыңызды алдырта алатын боласыз. Егерде сізге 1688 сайты туралы және Taobao сайты туралы ақпараттар қызық болатын болса, міндетті түрде менің каналыма жазылып кетіңіздер. Бүгінгі видео сіздерге ұнап жатырса, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Қоңырауды басу арқылы сіз келесі видеолар шыққан кезде міндетті түрде хабарламаны алатын боласыз, және бірінші болып видеоны қарай аласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.